Мен Абдриев Ават һәм Мадринова Гаухар. Қаныкөл районының 19 саны балалар музыка һәм көркем өнер мектебінің басшылық өнер бөлімінің оқытушыларымыз. Міне әзір сіздерге Қарақалпақ милли саз аспаптарынан болған шықшық аспабы хақында мағлұмат беріп өтеміз һәм шертіп көрсетеміз. Мағлұмат беретұғын болсам, Аламойнақ Құлтар саз аспабының қасында бұрыннан жанапай болып шертіліп келген кіржек, баламан, сыбызғы аспаптары болатұғын болса, қазіргі күнде ансамбль топар сабақларында біргелікте шертіліп келатырған бұл аспабымыз шықшық аспабы деп аталады. Шықшық аспабы түзілісіне келетұғын болсақ, су қабағынан болып, бұның даусы шық-шық етіп шығып тұруы үшін ішіне моншақ ямаса мәш салынады. Шықшық аспабымыз сазларымызға ритм беріп қоймастан шырай хам беріп тұрады.